Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Біз бүгін белсенді студенттердің өмірі мен олардың жетістіктері туралы сұхбаттаспақпыз. Мен Мөлдір Жаңғабылқызы, менің жанымда 2023-2024 жылғы студенттік көшбасшылар Кемелхан Шаттық пен Нұрбақыт Берікұлы. Қош келдіңіздер. Енді бүгінгі біздің тақырып сіздерге белгілі. Жалпы біздің көрермендерімізге өздеріңіз туралы қысқаша және осы белсенділікке қалай келгендеріңіз туралы айта кетсеңіздер. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бағана айтып кеткендей, менің есімім Берікұлы Нұрбақыт болады. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің 4-ші курс студентімін. Университетте мен бәрі белсенді студент деп таниды, бірақ факультетінде бәрі балық деп айтады. Себебі мамандығым ихтиология болғаннан кейін балық саласына көптеп байланысты. Өзім қысқаша таныстыра кетсем осы. Сәлеметсіз тағы, менің аты жөнім Кемелхан Шаттық. Осы гуманитарлық ғылымдар және өнер факультетінің 3-ші курс студенті. Қазіргі уақытта осы 2024-2025 оқу жылында студенттік көшбасшымын. Мамандығым дизайн мамандығы. Сол қысқаша таныстыра кетсем. Жалпы осы белсенділік өмірге қалай келдіңіздер? Жалпы белсенділік өмірге келгенде енді біз карантиннен кейін түстік оқуға. 2004 жылы карантиннен кейін түсті. Сол жылдар белсенділікке деген шақырту жұмыстары болып жатыр. Көп видеолар, нелер, афишалар іледі. Мен басында ойладым, белсенділікке келу үшін ол жерде сенің міндетті түрде бір өнерің болу керек, бір билеу керек, бір домбыра. Сөйтіп ойладым да, барған жоқпын. Нелер жасады, жиналыстар жасады, мүшелерді шақыртып, мен барған жоқпын. Сосын қазір енді жастар саясаты маманы Қабдиялы Бекзат, ол кезде студенттік декан болды, бізде студенттік көшбасшы болды. Сол кісі мені шақыртты, өзіне былай өзімнің бір әңгімелерім бар деп барсам, Асени балаға шықты деді. Сосын басында мен қорықтым енді. Кез келген бір студент ұқсап қорықтым, барған жоқпын. WhatsApp-тан лақтырып кеттім, ат жетпеген жоқпын, сөйтіп жүрдім. Бір заманда мені өтір алдап шақырып алды. Қыздары келді, асханаға шай ішіп отырсам, қыздары келді. Вальс билейік, мына вальске бала жетпейді. Сосын енді тармас етпейсің ғой, давай деп күйесігін бардым. Вальс билеу керек болды. Барсам, оказывается, вальс емес екен. Жаңағы Асени балық екен. Бірақ шыққан жоқ, ұры қылып па, сондай қылып шығарып жүрді. Дайындалып жүрген кезде сөйтіп Асени балдың кезінде активистердің қатарына қосылып кеттім. Осылай қатты бір оу емес. Сіз өзіңіз жайлы? Мен қысқаша айтатын болсам, жалпы мектептік өмірде де белсенді болғам. Ата-анам маған қарсы болды, себебі әр үйге кеш келген сайын ата-анам сен болмасаң мектептің есігі жабылмай ма деп, сен кілтіп шығу керексің ба деп сөйледі. Осында универ келген кезде әкем қарсы болды. Сабағыңды оқы, сабақ үшін келдің универге, белсенділікті қой деген сияқты. Хотя бы универде дұрыс жүр деп, енді мектеп кезде де дұрыс жүрдік қой, бірақ жаңағыдай сабағымен деген сияқты, өзінің орнымен болсын деген сияқты. Бірақ мамам айтқан кезде, мама айтатын болды, кірің келсе кіре бер деген ұқсап, әкең айта береді деп. Өзің қалауың деген сияқты. Себебі мен өзім анам өзінің кезінде, жас кезінде белсенді болған. Қай жағынан да өлең айтып, домбыра тартып деген сияқты. Сол үшін анам мені всегда әрқашан жаңағыдай белсенді болғанымды қалайды. Кішкентай кезімде домбыраға бер, терме айт, ашыл, орта көр деген сияқты. Универге келген кезде қызыққан жоқпын. Себебі әкем сөзі өзім, әкем қатты болғасын қорқтым әкемнен. Бірақ мамам деген жүре бер, өзің қара, ұнаса бар деген сияқты қылдырып айтты. Мен өзім басында факультетімді білмеймін, гуманитарлық факультетте оқитынымды. Тек мамандығымды білемін, дизайн екен. Сонда дейтін өзім құрбым болды. Инновациялық білім беру факультетінде оқиды. Соған активистке кірді ең басында, қыркүйек айында. Маған айтады, менімен бірге жүрді. Мен білмеймін өзім факультетімді. Маған бір номер берді, сол кезде жазған кезде, оказывается, инновациялық факультеттің активистері екен. Маған айтады, сен кіре алмайсың бізге, сен дизайнды оқисың, сен гумның активисті боласың деген сияқты. Бірақ кіргің келсе кір деді. Мен ойладым, шаруасы көп болып кетті, құшыншы кірмеймін дедім. Сөйтіп жүрген кезде айлар өтті. Бір қазан айында осы белсенділердің ұйымдастырған бір шарасына гитара тартуға шақырды. Ол гитара тартатынымды мен өзім группаластар білетін болды. Группаластарым арқылы жаңағы гуманитарлық факультеттің студенттік сол кезде деканы Салтанат Байтекенова мені гитара тартуға шақырды. Гитарам тарттым. Өте ыңғайсыз болды маған ол жерде. Гитарам тарттым да кетіп қалдым.
одан кейін мен домбырада тартатын болдым сол кезде. Тоже группаластарым біледі. Сосын неде 16 желтоқсанға мен домбыра тартуға шақырды. Сосын бізде смарт кабинеті бар, гуманитарлық ғылымдар факультетінің активистеріне арналған, белсенділеріне арналған. Соның бұрышында отырдым, домбырамды бүйтіп құшақтап алып, тек тарттым да кетіп бара жатқан кезде, сол кездегі Салтанат шақырып маған айтады, бізге сен сияқты студенттер керек, өнерлі екенсің, бізге кел деп. Басында қызыққан жоқпын, әкем сөзі прям миымда тұрды, не істесем болады деп, ертең сабағыммен ала алмай қалам ба, бірге алып жүре алам ба деген сияқты ой болды. Бірақ сол кезде группаластарым көндіріп кіргізіп алды, бірақ өкінбеймін сол кезде кіргеніме, сол кезден әлі күнге дейін белсендіміз. Осы белсенділік өмір сіздердің студенттік өмірлеріңізге, өз өмірлеріңізге қандай әсерін тигізді? Әсері жалпы көп болды. Мен жатты айтып отыр ғой, енді мен мектеп кезде белсенді болдым деп, мектеп кезінде дымға да қатысқан жоқпын. Өзім шыны керек. Ең соңғы партада отырамын, сабақта да жарты оқымаймын. Университетке келген кезде жалпы көптеген шараларға қатысып, белсенді ортамен негізі көп араласып, былайша айтқанда ашылдым десем болады. Өзім жаңа қырларымды танымдым. Сосын мен енді біздің кезімізде, ол кезде белсенділер арасында мобилограф деген аз болды. Действительно, түсіресің ба сен аз адам ішінен енді топты жарып шығасың. Сол видео түсіріп бастадым. Сондай қырларының өзімді аштым. Сөйтіп жүріп студенттік декан болдым. Яғни ашылдым десем болады. Белсенділік маған кез келген жерде көмектесті десем де болады. Жалпы мен өзімді активистік өмірден алыс емеспін. Қазіргі күнге дейін активистпін. Жалпы активистермен өткен күн қызықты, оның қиындығы да болады. Сіздердің осы уақытқа дейін естеріңізде қалған активистермен қандай қызықты оқиғаларыңыз бар? Қызықты оқиғалар? Сен бөт жасашы. Жаңа айта кеттіңіз ғой, сіз белсенділік өмірді қалай өзіңіздің өмірмен салыстырасыз деген сияқты. Айта кетейін, қысқаша жаңағыдай мен салыстыруға келмейді деп ойладым. Мектеп кездегі белсенділік пен универдің кезіндегі белсенділік ол вообще екі түрлі дәреже екен. Мектептегі белсенділік ол просто так келіп, жаңағыдай шараны ұйымдастырып, жарға шарылып, саламатсыздар ма, осындай концертке қош келдіңіздер, өлең айтып кету. Ал универде адам көп, орта көп. Ортаның көптілігі ол деген уже адам түр-түрін көресің деген сөз. Осы универге түспестен бұрын ойлайсың, қалаға келатырмын, қалаға оқуға түсемін деген сияқты. Енді ешкім шыны керек өзім қалап түскен жоқ Атырауға. Енді ешкім жақын жер ғой деп ешкім түскісі келмейді ғой, бірақ енді ата-анам солай қалауы сол болды. Ата-анам солай қалап тұрғасын, ата-анам тыңдап түскен кезде көп қатты менсінген жоқпын универдегі белсенділік деп. Бірақ универдегі белсенділік көрген кезде ол тек қана белсенділік емес. Сен осы ортада жүру арқылы өзіңді жаңағыдай аша білесің, өзің жаңа қырынан тани білесің, бірақ ол танытатын адам болады сен қасыңда, өзіңде ашылу керексің деген сияқты. Ал осы белсенділікке келгеннен бері ең қатты қызық емес, бірақ өзім үшін кішкене андай неожиданно болған, кездейсоқ болған бір ең қызық емес, жаңағыдай бір орташа историям. Менің бірінші курсымда Халел Ару болды, соған деген бізде факультетаралық кастинг өтті. Сол кезде маған ешқандай қызық болған жоқ. Бірақ дейтін кастингке адам келмей қалды. Адам жоқ деп, мен ол кезде жұмысқа кірем, енді бір жағынан қаражат жағы кішкене қиын болды да, жұмысқа кірем деп жүріп ансамбльге өлең айтуға барам деп сағат 3-ке жазылып қоямын. 3-ке шақырады, ал біздің кастинг 3-те болады деп. Бірақ кастингке адам келмей қалды деп жаңағы студенттік деканымыз қатысып кетті, өлеңді айтып кетті осы жерде. Сол кездегі факультет деканы орынбасарлары бәрімен кастинг өтті. Мен просто келдім, өлеңімді айттым да, тек мен ойым жұмыс болды, тек жұмысқа барам деп кетіп қалдым. Содан ішке келсем, маған шаттық, сен қатысатын болдың Халел Аруна дейді. Мен қатысқым келіп тұрған жоқ деймін, болды, сен таңдап қойды деп. Солай аяқ астынан Халел Аруна қатысып кеттім. Мен кішкене қызықтауы сол болды. Былай қатты негізі көп, бірақ қазір есіме түспей тұр. Жалғастырайын да. Енді активистке келген кезде басында біздің старшактар қатал болды. Жаман айқайлайтын болды енді. Мәдениетті айқайламайтын болды, сразу айтайын. Жаман айқайлайды, соң бір определенный қыздар ғой. Бәріміз солардан қорқамыз. Сосын бәрімізге рөл бөліп беріп жатыр.
в общем әркімге андайды айтып отырмын. Мысалы сен принц боласың, сен там не боласың, ана қыз боласың, сөйтіп бөліп беріп жатыр да, мен күтіп отырмын, маған не береді, кім күш зат бере ма деп күтіп отырмын. сосын ана Рапунцель деген Максимус дейтін ат бар, білесіңдер ма? Бір здоровый бала айтты, сен аттың арты боласың, сен жоқ, ана айтты, сен аттың алды боласың деді, маған сен аттың арты боласың деді, короче. Мен ойладым басында прикол ұстап тұрған бар, ойнап тұрған бар дедім, бірақ қараймын жоқ, шынымен ортаға шығарды да ат қылып бері шаптырды, бәрі күліп қарап отыр. Енді тазыр ғой, бірінші курсқа кезде қызықтың бәрі бірінші курста болады, потому что екінші курс, үшінші курста уже дайын боласың да, сосын ат болып шауып жүрік, еще айқайлап жатыр, бізге шаба алмай жатсың, сен шаба алмай жатсың, ат шапқан көрдің бе жалпы өмірінде былай, аяқ бүйтіп үйлесу керек қой, отса үйлестірдік, сосын настроение жоқ, бұрышқа барып отырсам, сол кезде құрдас балам Әділет дейтін бала отыр, бұрыштағы оның настроениесі жоқ, не болды саған не өрт десем, ана құбыжықпен ханшайым болмай ма, білесіңдер ма, содағы вилкамын дейді, қараймын, натуре, ол бүйтіп қарап ойладым, вилкасын ба деп, вилкамын дейді, сол бала до конца вилка болып шықты, бүйтіп вилка ұстадық қойды қолына, вилканы ұстап сөйтті, от сондай қызықтар болды, ары қарай бәрінен дайын болдық енді, аттың арты болғаннан кейін. Сіздер қазір студенттік көшбасшысыздар, бір факультеттің студенттерін жарыстарға, концерттерге дайындайсыздар. Осы аралықта сіздер оқумен бірге студенттік декандықты алып жүру қиындық келтірмей ме? Жалпы қиындық келтіреді негізі, бірақ дедлайн дейтін зат бар, әрқайсысына өзінің уақытын қойып, уақыт бөлуге тырысамыз. Енді сабаққа да қатысу керек, белсенділік өмірге де бөлу керек, ары қарай жұмыс істейтін болса жұмысқа бару керек, басқа затпен айналысатын болса басқасына бару керек. Негізі қиындық тудырады, бірақ кез келген студенттік көшбасшының өзінің командасы болады, өзі кез келген затына сеніп тапсыра алатын, сол командаға сабақтан басқасын сеніп тапсыра аламыз, кез келген дайындықты сондай жерлерге жіберіп тұрамыз. Ертең біз өзіміздің артымыздан студенттер қалдырғанда кез келген затқа дайын болсын деп, кейде шын болсам айтамыз, кейде өтірік болсам айтамыз, сөйтіп жүреміз. Енді бәріне былай өмірде үлгеріп жүрген жоқпыз, сөздің шыны керек. Мен айтсам, жалпы қиын, шынымен Нұрбақыт айтқандай, ең бірінші командаға рахмет айтамын, өзім командам бар, смарт командасы. Нұрбақыт ойлап отыр едім, айтам екен команда туралы деп. Шынымен команда ол дейтін кез келген затты, кез келген көшті алға бастайтын, бір ең астынан жоғарғы дәрежені көтеретін адамдар. Командаң жақсы болса, барлығын үлгересің. Командам жақсы, шүкір, команда әйтеуір жаңадай ғой, шынымен өтірік үлгермейтін кездер болады, шын үлгермейтін кездер болады, әйтеуір бөліп бересің бәріне. Бөліп, шаруанды азайтып, ол дейтін студенттік декан деген ол бәрінің өзі істейді, өзі бастында жүреді деген сөз емес. Ол команданың арқасында алға шығатын көрінетін жер, факультет үшін, өзің абыройың үшін жүретін жер. Сабақпен алып жүру қиын. Енді мен өзімнің дизайн мамандығында оқимын. Дизайн мамандығының бүткіл сабағы азаттық корпусында болады. Осы жылдан бастап, 2024-2025 оқу жылдан бастап сол жаққа ауыстырды. Солай үкім шықты. Енді үкімге қалай қарсы келеміз? Бұрын 3-ші корпусқа жүрген кезде жылап жүретін едік, 3-ші корпустан мына жаққа келу қиын деп. Сол жылағанымыздың кесірі сияқты мүлдем алыстап жүреді, алысқа қаратам мосттың ар жағына. Қазір қиын, сабағым таңертең, әбетте келем, өзім активистерін көру үшін смарт студентс орталығы бар, бізде өзіміз жаңағы белсенділер отыратын. Сол жерді тазалап, ішін жинап кету үшін келем байғарып, сосын іштегі тапсырмаларды орындау үшін сөйтіп келіп тұрамыз ішке. Артық кетті. Жалпы өздеріңізден кейінгі, яғни қазірден университетке түсіп жатырған студенттер бар ғой, перваштар. Соларға қандай кеңестер айтасыздар? Активист болуға оларды үгіттейсіздер ме, или қалай? Шаттықбай сен баста. Үгіттегенде ешкімді үгіттемейміз. Әркімнің өзінің қалауы жаңағыдай ғой, ешкім қалап келген жоқ, ешкім қалап түскен жоқ деген сияқты бір Құдайдың жазғанын көреміз. Бірақ та орта көрем, сыйласам, сөйлейм, көрем, жүрем деген адамды біз ешқашан қанатын қақпаймыз. Келем десе шақырамыз, жүрем десе жүргіземіз ортада, барам десе барғызамыз деген сияқты. Мүмкіндіктердің бәрі жалпы кез келген белсенді ортада деп ойлаймын. Сол бойым осы. Енді
активистер үгіттеу, студенттерді үгіттеу деп жатыр ғой. 2007-лер мен 2006-лардың кезінде қаулы комиссиясына жұмыс жасадық. Осы 2007-лерге дейін шаттықпен бірге қаулы комиссиясына жұмыс жасадық. Мен 2 жыл қатарынан жұмыс жасадым. Енді студенттер әр жылы, ол кезде абитуриенттер ғой, әр жылы әртүрлі болады. Бір жыл пысық болса, бір жыл ондай қатты көп пысық студенттер келмейді, сондай жағдайлар болып жатады. Бірақ енді біз студенттерді шақырып алып жеке-жеке үгіттемейміз. Былай қызықтыруға тырысамыз, бәрін видеороликтер түсіреміз, неше түрлі ортаның қандай қонақжай екенін, ортаның атмосферасын көрсетуге тырысамыз. Активист болуға үгіттейсіздер ме десем, айтар едім, белсенді болу керек. Әрбір студент деген қоғамда, және өзінің группасында, жалпы факультетінде, университетінде белсенді міндетті түрде кез келген студент ол белсенді болу керек. Универге тек келіп кетсем, тек сабақты реттеп кетсем деген менің ойымша бұл болмайтын сияқты. Студенттік шақ қайтып келмейді. Студенттік шақты барынша әдемілеп, әрлеп, кез келген затты істеп көретін кезде деп ойлаймын. Қазіргі заманның талабы белсенді болу. Шынымен қай жағынан да. Сіздерге көп рахмет. Қымбатты көрермен, біздің подкаст осымен тамам. Біз сіздерді активистік өмірге, студенттік кезеңдегі белсенділік өмірде белсенді болуға шақырамыз. Қош сау болыңыздар.